Muallimlere, sizler jurnalga kiresizler. Onlayn berетін және офлайн беретін мұғалімдер. Мысал үшін 5-ші аны ашатын болсаңыздар, кез келген пәнді алайық, мысалы математиканы алайық, математиканы алған кезде сізде мына жерде тек қана онлайн тұр. Егер сіз онлайнда және офлайнда беретін болсаңыз, осы күніңізді басасыз. Мында мысалы жауап деген ол дұрыс емес. Мына күніңізді басасыз. Одан кейін сіз мына жерде бірінші қашықтықтан бересіз. Қашықтықтан оқып жатқан балалар болатын болса, қашықтық сабақ дегенді қоясыздар. Қашықтық сабақты қойып сақтайсыз. Енді қараңыз. Обновить етсеңіз, сізде қашықтық сабақ шығады. Енді қашықтық сабақпен тағы да сабақтың түрін қосасыз. Егер сіз сол сыныпқа онлайн және жаңа кезекші сыныпта беріп жүрсіздер ғой, офлайн. Сол кезекші сыныпты беріп жатсаңыздар, сіздер мына жерде сап дегенді қосасыздар. Міне сабақ. Яғни сіз осы жерде екі сабақты бердіңіз деген сөз. Сабақтың екі түрі. Қашықтық сабақ, сосын жай офлайн сабақ. Одан кейін формативканы қосасыңдар. Формативті бағалау. Міне үшеу тұру керек. Егер сіздер кезекші сыныпта да және қашықтық сабақты да беріп жатсаңдар, онлайн беріп жатсаңыздар қашықтық сабақ, егер офлайн беріп жатсаңдар сабақ және формативка үшеуі қатар тұру керек. Сонда егер обновить етсеңіздер, міне нағайды көріп тұрсыздар, бұл жерде қысы сап деп тұр. Себебі о кісі осы классқа, мысалы Есілжан ауған математика мұғалімі осы классқа қашықтықтан да береді, сап, яғни офлайнда береді деген сөз. Осылай түгел неше күнде сіздер өттіңіздер, соған қойып шығасыздар. Екінші 90-ның басында бір апта оқыдық, бір жарым апта, соған қойып шығасыздар. Мына жауап деген болмау керек. Жауаптың орнында қысы тұру керек. Қашықтық сабақ және екіншісі қашықтық сабақтан кейін, міне қашықтық сабақтар ғой, осының қасында сіздерде тұру керек. Бізде болу керек сап деген, яғни онлайн сабақ. Осыны барлығыңыз дұрыстап қойыңыздар. Бүгінгі жиналыста осыны айтайық дегеніміз. Сосын тағы да айтатын болса айтылады. Енді біз журналға келіп қарасаңыздар, мына жерде қысы сап, яғни осы ағай бұл сыныпқа онлайнда, офлайнда береді деген сөз. Басқа пәнді ашайық, мысалы қазақ тілі 5 аны ашып отырдым. Өстіп қазақ тілді алатын болсақ, мына жерде сап деп тұр. Бүгіні мысалы үшін, егер сіз Лаура Ербол қызы қашықтықтан ғана берсе, онда қысы деп қояды. Егер онлайн емес офлайнда берсе, ол кісі мына жерге сап деп қояды. Егер қашықтықтан берсе, қысы деп қояды. Ал егер қашықтықтан да және офлайн, онлайн екеуінде берсе, онда мына жерге қысыны қояды. Күнді басады да қояды. Сонымен қатар біз 20-сынан кейін осы желтоқсанның ішінде біз бірінші аптасында барлық қысы болу керек. Міне осы дұрыс, міне қысы деп қалған. Ал егер мына жерде 11-нен сабақ басталған болса, егер мына мұғалім офлайн онлайнда беретін болса, онда күнді басасыздар, міне саптың қасына қысыны қосып қоясыздар. Сабақтың түрі қысы деп қосасыздар. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Біз айтайын дегенім осы.